Әңгіменің басында біз теледидардан сұхбат беріп жатқан қызды көреміз. Бұл қыз өткен жылғы Хеллоуин қырғынынан аман қалған жалғыз адам, ол кезде психопат клоун көптеген адамды өлтірген. Оқиғадан кейін қыздың беті мүлдем деформацияланған және қазір ол өте қорқынышты көрінеді. Қыз осылай тірі қалғаннан гөрі өлгенім жақсы еді дейді. Репортер Моника психопат өлтіруші Арт есімді клоунның өлімі расталмағанын, себебі оның денесі мәйітханадан жоғалып кеткенін айтады. Алайда қыз өлтірушінің көз алдында өлгенін айтып сендіреді. Дегенмен өлтіруші тірі және ол сұхбатты өзі көріп отыр. Ашуланған ол теледидарын сындырып, клоун костюмін киіп келесі құрбанына дайындалады. Сұхбаттан кейін Моника жігітімен сөйлесіп, қыздың бетінің қаншалықты жаман көрінетінін айтады. Ол тіпті оның орнында болса, өзін-өзі өлтіретінін айтады, бірақ деформацияланған қыз бұл әңгімені естіп қалады. Көп замай ол Моникаға шабуыл жасап, екі көзінде ойып алып, өлтіреді. Моника өлгеннен кейін қыз есінен адасқандай күледі. Кейінірек, Хеллоуиннің дәл түнінде біз екі қызды көреміз, Террор мен Донды. Олар кештен қайтып келе жатыр. Дон қатты мас болғандықтан, Террор оған көлік жүргізуге рұқсат бермейді. Екеуі сөйлесіп тұрғанда, кенет Террор алдынан келе жатқан клоунды көреді. Оның иығында үлкен қоқыс қабы болған, оның ішінде қару-жарақ болған. Террор оны көргенде бір түрлі сезімде болады, бірақ Дон көңілді болып, әзілдеп Террор оның нөмірін алғысы келетінін айтады. Мұны естіген Арт есімді клоун кішкентай шамын жарқыратып кенеттен жоғалып кетеді. Екі қыз жақын маңдағы пиццерияға барады. Олар әңгімелесіп отырғанда Арт есімді клоун да келіп, жандарына отырады. Ол алдымен Террорға ашуланып қарап, сосын тістерін көрсетіп қорқынышты күледі. Бірақ Террор оған мән бермейді, тіпті Донға кету керектігін айтады. Бірақ Дон Арттың жанына барып, ол екеуі селфи жасай бастайды. Арт ешқандай реакция білдірмейді. Террор Донға әзілдесуді тоқтатуды айтады, бірақ сол кезде даяшы келіп, клоунның тапсырысын алады. Арт еш нәрсе айтпай, кенеттен орнынан тұрып қайдан екені белгісіз Сақинамен қайтып келеді. Ол Террордың алдында тізерлеп отырып, Сақинаны саусағына салмақ болады. Террор біраз кідіреді, бірақ Дон бұл әзілге мәз болып, ақыры Сақинаны салады. Ол Артқа ойнақы түрде рахмет айтады. Содан кейін Арт әжетханаға кетеді. Даяшы олардың тапсырысын әкеліп, клоунның мазасын алып жатқанын сұрайды, бірақ Дон оған оның зиянсыз екенін айтады. Біраз уақыттан кейін даяшы клоунды әжетханада бұзақылық жасап, қабырғаларға қызық нәрселер салып қойғаны үшін шығарып жібереді. Даяшы басқа жұмысшыға әжетхананы тазалауды айтады. Террор мен Дон тамақтарын жеп бітіріп кетеді. Террор клоунның әжетханада не істегенін ойлайды, бірақ Дон оны еш нәрсе емес деп күледі. Содан кейін екеуі көліктеріне жетеді, бірақ кенеттен көлік шинасы жарылып кетеді, ал оларда қосалқы дөңгелекте болмайды. Сондықтан Террор сіңлісі Викторияға қоңырау шалып, оларды алып кетуін сұрайды. Содан кейін екеуі көлікте күтеді. Террор олардың шинасын сол есалаң клоун жарып кеткен шығар деп күдіктенеді. Ал пиццерияда жұмысшы әжетхананы тазалап жатады. Ол бастығына айқайлап, бұл үшін қосымша ақы алуға лайықты екенін айтады, бірақ жауап болмайды. Текесеріп шықса, бастығының кесілген басы есептегішке Хеллоуин асқабағындай қойылыпты, ал жанында сол клоун тұр. Жұмысшы қатты қорыққаннан қашпақ болады, бірақ барлық есік құлыптаулы болған. Клоун оны да ұстап алып, қатыгездікпен өлтіреді. Көлікте Террор мен Дон әлі отыр еді, кенеттен Террордың әжетханаға қатты барғысы келеді. Ол жақын жердегі ғимараттың алдында тұрған адамды көреді. Террор оған жақындап, әжетхананы пайдалануға рұқсат сұрайды. Адам оны ішке алып кіреді. Майк ғимараттың өзінікі емес екенін, ол жерге егеу құйрықтар мәселесіне байланысты зиянкестерге қарсы күрес үшін ғана келгенін айтады. Бұл ғимаратта ешкім тұрмайды екен. Содан кейін Майк Террорға әжетхананы көрсетіп, өз жұмысына қайта кіріседі. Ал көлікте Дон радио тыңдап отырады. Радиодан қара костюм киген клоунның қаладағы пиццерияда екі жұмысшыны өлтіргені туралы хабар келеді. Полиция оны іздестіріп жатыр екен. Дон бұл сол клоун екенін түсінеді. Дәл сол сәтте көлік есігі ашылып, Террор кіріп отырады. Дон оған жаңалықты айта бастайды, бірақ ол Террор емес, Арт есімді клоунның бүркеншік киімінде екенін байқайды.
Ал нағыз террор әжетханадан шығып, орнына кетудің орнына қойманы аралай бастайды. Кенеттен алдынан қуыршақ ұстаған әйел шығып, қуыршақ оның қызы Эмили екенін айтады. Террор әйелдің есі ауысқанын түсінеді, сондықтан ол қалайда қашып кетеді, бірақ негізгі есікке қарай беттегенде Арт оны күтіп тұрады. Ол Донды өлтіріп қойған болуы мүмкін. Қорқып кеткен террор қашып гаражға тығылады, бірақ клоун оны тауып алып, аяғын пышақпен кесе бастайды. Террор қатып қалып қайда қашады, бірақ ғимараттың барлық шыға берісі жабық. Ол жоғары қабатқа көтеріледі. Ол жерде Майк есімді адам жұмыс істеп жатыр, бірақ ол құлаққап киіп, музыка тыңдап отырғандықтан террордың айқайын естімейді. Террор артынан айқайлай береді, бірақ Майк байқамай тұрып Арт келіп, оны ес-түссіз күйде қалдырады. Террор көзін ашқанда өзін орындыққа байланған күйде көреді. Клоун оның жанында қару-жарақтарын қайрап отыр. Террормен біраз ойнағаннан кейін Арт оның алдындағы матаны алып тастайды. Сонда террор оның шешініп, өзін асып қойғанын көреді. Бұл фильмнің ең қорқынышты көрінісі ретінде танымал. Содан кейін Арт ара алып, Донды ортасынан бөледі. Мұның бәрін террор көруге мәжбүр болады. Дон агонияда өледі, ал Арт әрбір сәтінен ләззат алады. Бірақ осы уақытта террор босанып үлгереді. Арт оны қайта қуып жетпек болады, бірақ террор оған шабуыл жасап, қатты соққыға жығады. Оны өлтірмек болған кезде, Арт пистолетін алып, аяғынан атады. Содан кейін басынан атпақ болады, бірақ оқтары таусылып қалады. Ол оқыс қабынан қосымша оқтарды алады. Ол жерден Донның телефонын тауып алады. Онда террордың сіңлісі Викториядан олардың көлігіне жақын жерге жеткені туралы хабарлама бар еді. Бірақ Арт оның хабарламасына жауап беріп, террордың ауырып қалғанын айтып, қарсы ғимаратқа келуін сұрайды. Содан кейін ол пистолетін қайта оқтап, террорды да өлтіреді. Ол террордың басына барлық оқтарын салады, бірақ сол кезде есалаң әйел оны көріп қалады. Ол Майкке жүгіріп барып, полицияға қоңырау шалуын айтады, қыздың өлтірілгенін айтады. Бірақ Майк оны есі ауысқан деп ойлап кетіп қалады. Ол баспалдаққа барып серіктесіне қоңырау шалмақ болады, бірақ Арт артынан балғамен басынан ұрып ес-түссіз қалдырады. Содан кейін әйел өзінің қуыршағын, яғни қызы санайтын қуыршағын бөлмеде қалдырғанын есіне түсіреді. Ол оны алуға қайтып келгенде Арт қуыршақпен отырған екен. Әйел Арттың анасы болып көрінеді, сол үшін ол қуыршаққа зиян тигізбесін деп, ал Арт бала сияқты мінез көрсете бастайды. Ал Виктория террормен Донды іздеп, жертөлеге жетеді. Донның асылған мәйітін көріп, қатты қорқып, қашпақ болады, бірақ сол кезде қыздың айқайын естиді. Виктория бұл террор деп ойлап, батылдықпен көмектесуге қайтып келеді. Алайда бұл террордың емес, әйелдің дауысы еді. Оның басы мен кеудесінен терісін Арт сыпырып алған және қазір өзі киіп жүр. Виктория қалайда қашып кетеді, бірақ барлық есік жабық, сондықтан шкафқа тығылады. Арт оны байқап қалады, бірақ басқа біреудің даусын естіп кетіп қалады. Бұл Майктың жұмысына көмектесуге келген досының дауысы еді. Арт оны артынан пышақтап өлтіреді. Мүмкіндікті пайдаланып Виктория қашпақ болады, бірақ Арт оны артынан ұстап алып, полиэтилен пакетпен тұншықтыра бастайды. Алайда Виктория пакетті жыртып, Арттың аяғына шеге қағып қашып кетеді. Виктория террордың өлі денесін орындықта көреді де, мұны көріп қатты қиналады, отырып жылайды. Дәл сол кезде Арт келіп, Викторияны шынжырмен ұра бастайды, бірақ Викторияның айқайын естіген Майк есін жиып алып, Артты артынан ұрып ес-түссіз қалдырады. Олар оны өлтірмей, қайта тұрмас деп ойлап кетіп қалады. Содан кейін Майк бірден полицияға қоңырау шалып, Викториямен сыртқа шығады, бірақ кенеттен Арт артынан пайда болып Майкты өлтіреді. Виктория оның көзіне бір нәрсе сұғып алып қашып, гаражға кіріп есікті құлыптап алады. Арт дабыл қағып кірмек болады, бірақ ол сәтсіз аяқталады, сондықтан ол жүк көлігін есікке соғып, Викторияны ес-түссіз күйде қалдырады. Біраз уақыт музыка тыңдағаннан кейін Арт Викторияға барып, оның бетін жей бастайды, бірақ сол кезде полиция келіп Артқа берілуін бұйырады. Арт оның орнына өзін-өзі басынан атады. Виктория әлі тірі, бірақ комаға түсіп қалады. Кейінірек Арттың денесі аутопсияға әкелінеді, бірақ дәрігер қақпақты ашқан кезде Арттың әлі тірі екенін көреді. Бөлмедегі жарықтар жыпылықтай бастайды, ал Арт дәрігерді тұншықтырып өлтіреді. Осыдан кейін әңгіме бір жылға секіреді. Біз Викторияны ауруханада көреміз, ол комадан шығып, үйіне қайтарылып жатыр.
ертең оған сұхбатқа да бару керек. Сіздерге белгілі болғандай, Виктория фильмнің басындағы бетінің кесірінен кейін өлтірушіге айналған сол қыз. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм сіздерге қалай ұнады? Пікірлеріңізге жазып кетіңіздер. Бұл бюджеті төмен тәуелсіз фильм болды, ал сюжеті ерекше емес еді. Фильмнің көп бөлігі тышқан мен мысықтың ойыны сияқты болды, бірақ көрсетілген практикалық эффекттердің арқасында ол культтік классикаға айналды, ал Арт есімді клоун қорқынышты кейіпкерлер тізіміне қосылды. Бірақ Арт деген кім, және ол қайдан шыққан? Бұл туралы ешнәрсе айтылмады. Тіпті басынан оқ тигеннен кейін ол қалай тірі қалды?